Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, біз сіздермен Рамазан айының тәлім тәрбиесіндеміз. Аллах Тағаланың сәттілігін тілей отырып, бүгін сіздермен Рамазан сабырлық айы деген тақырыпта сұхбаттасамыз. Аллах Тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Аллаға деген иманның тазалығы ең әуелі оның жарық беретін амалы ол Аллах Тағаланың әміріне бойұсыну. Осы Аллах Тағаланың әміріне бойұсыну үшін ғана жаралғанбыз. Өлімде, өмірде тек осы мақсат үшін жаралған. Міне кім осына өте жақсы түрде Алласына атқарып береді. Түпкі мақсат та осы. Аллах Тағала Әл-Мулк сүресінде баяндағанындай: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Аллази халақал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала. Ол Аллах Тағала өлім мен өмірді жаратқан. Не үшін деп сұрайтын болсақ, лияблуакум, сендерді сынауы үшін, имтиханнан өткізуі үшін, көтерген аманаттарыңа байланысты, яғни бойұсыну аманатына байланысты. Мақсат не бұл сынақта? Нәтиже қандай болу керек, я Раббымыз деп сұрайтын болсақ, айюкум ахсану амала, амал тұрғысынан ең жақсыларың қайсыларың екенін көру үшін. Міне құрметті жамағат, осы бойұсыну қасиеті бұл осы иманның 70-тен астам тармақтары бар екені пайғамбарымыздың хадистерінде баяндалған. Сол иманның 70-тен астам тармақтары, солардың күллісі тарайтын негізгі бөлігі осы Алла Тағаланың әміріне бойұсыну қасиеті. Себебі сол 70-тен астам бұталарының барлығы сіздің өміріңізде, күнделікті өміріңізде осы Алла Тағаланың әміріне бойұсыну қасиетіңіздің көріністерін береді. Олардың әрқайсысы осы Алла Тағалаға бойұсынудың көрінісі. Ал енді бұл бойұсыну аманат болғандықтан, сондай-ақ оны көтеріп тұру өте үлкен жауапкершілік болғандықтан, жаңағы бұталарының ішіндегі ең маңыздысы сабырлық деп аталады екен. Сол сабырлық қасиеті осы бойұсынудың негізгі киімі, негізгі мәні мен сәні деп те айтсақ болады. Себебі қандай да бір қасиеттер кейбір бір оқиғалардың кездерінде көрініс беріп тұрғаны болса, сабырлық қасиеті ол адамның күнделікті өмірінің 90-нан астам пайызында, 100% десек те болады. Сондай-ақ күллі өмірінің ішінде де 100% әрдайым қызмет жасайтын қасиет екен бұл. Міне сол себептен де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінен мә афдалул имани деп сұрақ қойылған кезде, иманның ең абзалы қайсысы? Яғни осы иманның ең абзал қасиеті, мәні қай жерде жатыр? Біз сол жерге қарай ойымызды, мінезімізді, санамызды сол жерге, білімімізді сол жерге шоғырландыруымыз үшін дегендей мағынада пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассалам сұралған кезде, ол кісі афдалул имани ас-сабру деп жауап берген екен. Иманның ең абзалы сабырлық. Құрметті жамағат, иманның тазалығы
Сондай-ақ иманның күллі тармақтары пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам білдіргендей 70-тен астам тармағы. Солардың әрқайсысы ол тек қана біз Құраннан немесе хадистің мәтіндерінен оқып қана қоя салатын бір қасиеттер емес, таңғалып, яғни осындай керемет қасиет бар екен ғой дегендей. Жоқ, бұл тармақтардың әрқайсысы ғылым. Ол өте үлкен ғылым ол. Яғни біздің біреуіміз математиканы мықты білетін шығар, физиканы мықты білетін шығар, экономика саласын мықты білетін шығар. Дүниенің кез келген осындай саласындағы ғылымын ол мықты білетін шығар. Алайда бұның барлығы дүниені дамытатын ғылым болып қана қала береді. Ал біздің негізгі Алла Тағаланың алдында жауапкершілікпен көтеріп алған аманатымыз ол Аллах Тағалаға бойұсыну аманаты. Міне бұл Аллах Тағалаға бойұсыну қасиетін дамытатын ғылымдарға біз көңіл бөлу керекпіз. Сондықтан да иманның әрбір тармағы ол мейлі сол сабырлық болсын, ұстамдылық болсын, ар тазалығы болсын, намаз болсын, ораза болсын, садақа болсын, жомарттық болсын. Яғни кез келген осы иманның тармағы өз алдына бір үлкен ғылым. Осылай таныңыз оны, құрметті жамағат. Бұл кішкентай нәрсе емес, бұл үлкен ғылым. Біз оны үйрену керекпіз. Оны неғұрлым үйренеміз, соғұрлым ол қасиет біздің бойымызда жұмыс жасайды. Неғұрлым біздің өтіп бара жатқан өміріміз сол нәрселерді үйренумен болады. Біз Аллаға қарай жолығатын күнге көбірек үйренген, көбірек осы қасиетті бойымызда істеткен күйде жолығуымыз нәсіп болады ертең. Себебі бұл ғылымдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға осы Құранның түсуімен маңыздылығы танытылған. Мысалы, Аллах Тағала Шура сүресінде айтқанындай: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва казалика аухайна илейка рухан мин амрина. Осылайша, ей пайғамбар, біз саған өзіміздің әмірімізден осы қасиетті Құранда рухты уахи еттік дейді. Қарас, қандай ғылымды тірілтуге келген рухта бұл. Жоқ еді да ол, жоқ еді ол. Сол себептен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Тағала нақты осының қадірін білдіру үшін айтып жатыр: Ма кунта тадри мал китабу валал иман. Ей пайғамбар, бұған дейін сен кітаптың да не екенін, иманның да не екенін білмеген едің дейді. Қараңыз. Валакин жағалнаху нуран нахди бихи ман нашау мин ибадина. Алайда біз осы Құранды нұр қылдық. Бұл нұрымыз арқылы құлдарымыздан қалағанымызда тура жолға саламыз. Яғни осы ғылымдарды үйретеді біздерге. Ва иннака ла тахди иля сирати мустақим. Сондай-ақ, ей пайғамбар, расымен де сен әлбетте тура жолға қарай бастаушы пайғамбарсың дейді. Қандай тура жолға? Сиратиллахиллази, Алланың жолына. Сосын Аллах Тағала өзінде әріптеуде: Аллази лаху ма фис самавати ва ма фил ард. Көктердегі нәрселерде, жердегі нәрселерде өзінікі болған Алланың жолына. Әла, біліп алыңдар, илаллахи тасирул умур. Аллаға қарай қайтады күллі істер дейді. Міне сол Аллах Тағаламен жолығатын күнге дейін, құрметті жамағат, біз осы ғылымды жақсылап тұрып өзімізде, ұрпақтарымызға да үйрену керекпіз. Өйткені осы жерде тұр
аманатты жақсылап тұрып атқаруымыздың шарты. Міне құрметті жамағат, иманның осы тармақтарын үйренуіміз бұл пайдалы білім деп аталады. Пайдалы білім деген осы өзің ұстанып жүрген тура жолдың кемелленуіне қызмет жасайтын білім. Сондай-ақ осы иманның әрбір тармағы өз алдына үлкен ғылым болғандықтан оны әрдайым үйреніп отыру керекпіз. Әрдайым сол үйренген көлемімізді амалға асырып жүру керекпіз. Осылайша ол үзілмеу керек. Міне осы жерде жихад деген амалыңыз жүзеге асады. Ғұламаларымыздың айтуынша, білім деген сен оған өзіңді толық бермейінше, ол саған өзінің бір бөлігінде бермейді дейді. Міне, неге? Өйткені ол қымбат нәрсе. Күллі жақсылық сол жерде жатыр. Міне, біз бұл жерде университет бітіру деген мағынада ғылымды айтып отырған жоқпыз. Біз бұл жерде әрбір мұсылманның қолынан келетін, үйінде отырып-ақ өзінің күнделікті өмірінде үйрене алатын ғылымды айтып отырмыз. Яғни ол иманның тармақтары. Иманның кез келген тармағы, мейлі сол ұстамдылық, мейлі осы сабырлық, жомарттылық, кешірімділік. Яғни осы нәрселердің әрқайсысын әрдайым үйрену керекпіз. Осы жерде сіз енді түсінесіз, сіздің Құранды немесе хадистерді не үшін оқу керектігіңіз. Біз көбінесе оларды біреумен сөйлесу үшін оқимыз ғой. Біреулерге сөйлеген кезде жаңағы соларға мынаны айтсам, мынаны ана жаққа айтсам дегендей мағынада. Жоқ, біз енді оны өзіміз үшін оқып бастау керекпіз. Ол ғылым. Міне сол жігеріңізді салып, сабырлық қасиетін бүгін қаншалықты оқысаңыз, соны енді ертең іске асырып бастаңыз. Аллах Тағала міндетті түрде оқиғаларды ұйымдастырады. Сол сабырлық қасиетін сіз істетуіңіз керек болатындай. Мен сол кезде соны істетіңіз. Міне соның барлығы үйрену деп атайды. Алла Тағала сізге сосын сабырлықтың дипломын береді. Бұл дипломды сізге адамдар да университетте бермейді. Алла Тағала береді бұны. Оны сізге берген кезінде онда мынандай ақиқаттар болады. Инна Аллаха маас сабирин. Расымен де Аллах Тағала сабыр етушілермен бірге. Аллаху юхиббус сабирин. Және де Аллах Тағала сабыр етушілерді сүйеді. Ва башширис сабирин. Және де сабыр етушілерді сүйіншіле, ей пайғамбар. Иннама юаффас сабируна ажрахум биғайри хисаб. Расымен де сабыр етушілерге сыйақылары есепсіз беріледі дейді. Мінеке құрметті жамағат, керек па бізге бұл диплом? Ал олай болса, біз осы сабырлық қасиетін өз бойымызда Алла Тағаланың бізге беріп тұрған өмірін берекелі түрде пайдаланып, онымен жолығатын күнге дейін осы қасиетке кәдімгідей амал жасау керекпіз. Ал енді осы сабырлық қасиетін үйренуіміз үшін ең алдымен не керек? Ең алдымен ол иманның тазалығы, сосын осы сабырлықты үйрену білімі. Кейін осы білімнің үйрену жолындағы жихад, яғни оның ешқашан тоқтамауы, және де сол үйренген көлемімізді амалға асырып отыру жихады. Өйткені нәпсі кедергі жасайды, оны өзінше істеткісі келетін болады сізге. Жаңағы сабыр істетілу керек оқиғалардың кезінде, міне сол кезде нәпсіні жеңіп, жаңағы білімді істетесіз, алған біліміңізді істетесіз. Сөйтіп Аллах Тағала сіздің қадамыңыздың алға қарай басып атқанын көруде, және де шамаңыз жетпеген нәрсені өзінің берекесімен ары қарай ұлғайту, ол Аллах Тағаланың рахмында ескерілген нәрселер. Осылайша құрметті жамағат, кез келген иманның тармағы бойымызда әрдайым істеп тұру үшін, тұрақтылық сақтау үшін, бірінші орында біз
сол қасиеттерге ғылым деп қарау керекпіз. Мысалы, міне сабырлыққа біз ғылым деп қараймыз, сөйтіп оны үйренеміз. Екінші нәрсе, оны амалға асыру. Амалға асырылатын оқиғаларды Аллах Тағала ұйымдастырады, күнде ұйымдастырады. Кез келген бір оқиғамен сынай салады, сол кезде сіз сол сабырлықты таныту керексіз. Болды, нәпсіге ешқандай мүмкіндік бермей, жихад жасап, нәпсіңізбен сөйтіп тырысып, сол біліміңіз заяға кетпесі үшін амалға асырасыз сол жерде. Не сөйтіп сіздің сабырлық мектебіне аяғыңызды басқандығыңыз, енді Аллах Тағала сізді осы сабырлықтың керемет жарықтарына жеткізбей қоймайды. Өзі уәде еткеніндей, иманның кез келген тармағына байланысты бұл аяттың мазмұны. Яғни сол жолда соны үйреніп істейтін болсақ, қараңыздар, Аллах Тағала қандай нәрсені уәде етеді. Әл-Анкабут сүресінің соңғы аятында: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Валлазина жахаду фина ланахдияннахум субулана ва инналлаха лама'ал мухсинин. Сондай-ақ біздің жолымызда, яғни Аллах Тағаланың разылығын көздеген мақсатта, Аллах Тағаланың махаббатына қол жеткізу мақсатында өздерінің жандарымен күрескендер, ланахдияннахум субулана, міндетті түрде оларды жолдарымызға салып жүргіземіз дейді. Қараңыздар, әрбір қасиетті жол деп айтып отыр ғой. Иманның әрбір тармағы жол. Сабырлыққа қарай, сабырлық жолында жихад қылама, сабырлықтың жолына міндетті түрде саламыз дейді. Ұстамдылық жолында жихад жасайма, үйреніп соны істейма, ұстамдылық жолына қарай оны жүргіземіз. Жомарттық керек болса жомарт қыламыз, рахымдылық керек болса рахымды қыламыз, тақуа болғысы келсе тақуа қыламыз, өжет болғысы келсе өжет қыламыз. Яғни иманның кез келген қасиетін, иманның кез келген тармағын бойына салып береміз, егер де ол соны үйренумен, соны амалға асыру жолында жихад қылып көмектессе дейді бізге. Міне осылай істеп жатқан адамдарға Аллах Тағала мынандай уәдесін тағы айтып жатыр: Ва инналлаха лама'ал мухсинин. Расымен де Аллах Тағала әлбетте амалды ең жақсы түрде жасаушылармен бірге дейді. Мухсиндермен бірге. Өйткені жаныңызбен жихад қылудағы мақсат ол бір жаныңызды шаршату деген нәрсе емес. Ол әдемі жасау. Жихадтағы мақсатыңыз Аллаға ұнайтындай жаңағы сипатты әдемі жасау. Сөйтіп, құрметті жамағат, біз иманның тармақтарының ішіндегі ең маңыздысы сабырлық қасиеті туралы әңгімемізді жалғастырамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, иманның ең абзалы сабырлық. Міне осы нәрсені жақсы түсінген сахабалар, солардың бірі Али радиаллаху анху мынандай бір өсиетін біздерге мұра қылған екен. Яғни бұл ғылым, бұны дұрыстап оқиық. Әла инна сабра минал имани би манзилатир раси минал жасади. Біліп алыңдар, расымен де адамның денесінен оның басы қандай орынды алса, иманда да сабырлық сондай орынды алады дейді. Фәизен қатар расу бәнәл жасаду. Егер де бас үзілсе, онда дене жайына қалады. Сүмма рафаға саутаху. Сосын өзінің даусын көтеріңкіреп бұлай деп айтты дейді. Фақола әла, біліп алыңдар, ла имана лиман ла сабра лаху. Сабыры жоқтың иманы жоқ. Не өйткені сабырлық иманның ең абзалы болса, және бойұсынудың ең негізгі
киімі, негізгі мәні мен сәні сол жерде болса, сосын ол нәрсе біздің күнделікті өмірімізде атқарылмаса, онда біздің иманымыз, бойұсынуымыз осал. Ол бізді қандай да бір білімсіз адамның сөзіне көтере алуға да жарамады. Біз білімсізге білімсіздікпен жауап беріп кеттік. Ашуланбау керек еді, ашуландық. Заланбау керек еді, заландық. Бару керек еді, бармадық. Яғни осындай жағдайларда қарасаңыз, біз Аллаға бойұсына алмадық. Біздің иманымыз, біздің бойұсынуымыз әдемі болмай қалды. Неге? Өйткені сабырлық танытылмады. Сабырлық танытылу арқылы ғана сіздің жаңағы иманыңыз да кемел болады, сондай-ақ бойұсынуыңыз да әдемі болады. Осылайша, құрметті жамағат, Аллах Тағала бізге сабырлықты үйрету үшін және сол сабырлық қасиетін бойымызда шыңдауы үшін, тіпті оны ысып жылтырайтын халге дейін жеткізу үшін, ол бізді ешқашан өзінің әмірлерінен, яғни бұйрықтарынан босатпайды. Алла Тағаланың әрбір бұйрығы мен тыйымы осы сабырлықты тәрбиелеу мектебінің негізі. Аллах Тағаланың әмірлері бізге ықтиярмен атқарылатындай түрде келеді, және де ықтиярымыздан тыс, біз ойламаған жерден бір сынақтар арқылы келеді. Міне сол әмірлерінің күллісінің бетпе-бет кездескен кезімізде біз оны Алла Тағалаға разы болған түрде қабылдаймыз, бойұсынамыз. Қандай нәрсені қажет етсе, біз соны атқара береміз. Алла Тағаланың біздің ықтиярымызбен байланысты орындауымызды талап ететін әмірі, ол оның бізге ал деп бұйырған нәрсесімен және де тыйыл деп бұйырған нәрсесімен байланысты жасалады. Өз ықтиярымызбен деген сөз, яғни өйткені біз сол нәрсені алар кезімізде, немесе таста деген тастар кезімізде, біздің ішімізде нәпсіміз кедергі жасай алатын мүмкіндікте болады. Яғни Аллах Тағаланың ал дегеніне, ол алма деген нәрсемен бізге кедергі жасайды. Міне сол кезде сіз сол нәрсені жеңуіңіз, күресуіңіз, осының бәрі сіздің ықтиярыңызбен жасалып жатқан сабырлық деп аталады екен. Ал енді ойламаған жерден Аллах Тағаланың бір сынақтарының кеп қалуы, денсаулығымызға байланысты, мал-мүлкімізге байланысты, тағы да бір жұмысымыздың жүрмей қалуына байланысты дегендей, не бұл Аллах Тағаланың біздің ықтиярымыздан тыс әкелетін сынағы. Сол сынақтың кезінде біз оны иманның тазалығына негіздеген түрде Алла Тағаламыздан разы болып, Аллах Тағала не істеп жатқанын біледі деген ғылымына басып, біз оған бойұсынуымызды құлшылыққа айналдырамыз. Өйткені дәл бұндай оқиғалар иман келтірмеген адамдардың бастарына келіп жатқан кезде, олар да ықтияр болмағандықтан, олар сол нәрсеге көнумен болады. Алайда оларда бұл құлшылық деген мағынаны білдірмейді. Ол тек қана бір аяғын тұсаулап қойып, сосын біраз уақыттан кейін босатып жіберілген түйеге ұқсайды деген хадистің мағынасында жүреді. Ал мұсылман адам болса, бірден сондай бір нәрсе келіп қалған кезінде өзі кішірейіп, күнәларын еске алып, менің күнәларым себепті келді деп күнәсіне сөйтіп кафарат табады, бойына Алла Тағалаға деген разылық табады, тәрбиеленеді, кішірейеді, сынады. Міне сөйтіп жаңағы сынақтан кейін ол тек қана бойұсыну амалын ғана, сабырлық деген нәрсені ғана жасамады, ол сонымен қатар көп пайда алып шығады бұл сынақтан кейін. Міне Аллах Тағаланың күллі әмірлері бізге тек қана жақсылықты қалайды. Өйткені ол біз білмейтін нәрселерді біледі. Біз оның білімін осындай түрде күйде абайлаймыз, осындай дәрежеде қадірлейміз. Сөйтіп соның негізінде оған разы болған түрде бойұсынамыз, сабырлық танытамыз.
Осылайша құрметті жамағат, Аллах тағала бізге қандай да бір амалдарды алыңдар, ұстаңдар деп бұйырған болса, міне бұл білімін біз абайлаймыз да, сол нәрселерді алуымыз және де өзімен жолығатын күнге дейін жібермей ұстап тұруымыз, сол ұстап тұрған күйіміз, жігеріміз бәлкім бірде сүрініп, қайтадан райымызға қайтып келіп ұстауымызды жалғастыруымыз. Міне осы халіміз Аллах тағаланың бұйрығына бойұсыну сабырлығы деп аталады. Бұл сабырлықтың бірінші түрі. Сондай-ақ Аллах тағала біздерді қандай да бір істерден жақындамаңдар, тыйылыңдар, тастаңдар деп бұйырған болса, міне бұл білімін абайлап, осы нәрселерге жақындамауымыз, алшақ жүруге тырысуымыз, және де оларды тастаған күйімізді өзімен жолығатын күнге дейін сақтай алуымыз. Бәлкім арасында сүрінген кездеріміз болады. Қайтадан өзіне бойұсынуға, сабырлыққа қайтып, осындай күйде өзіне жолығуымызда Алла тағаланың тыйымына бойұсыну сабырлығы деп аталады. Міне бұл сабырлықтың екінші түрі. Жалпы осы екі түрі, яғни Алла тағаланың бұйрығына бойұсыну сабырлығы және де Аллах тағаланың тыйымына бойұсыну сабырлығы. Бұл екеуі кезінде нәпсінің кедергі қылуы, нәпсінің кер тартпалығы сияқты сезімдер болғандықтан адам соны күш жігерімен жеңіп, нәпсімен жихад жасауы арқылы, өзінің нәпсісін Алланың әміріне көндіруі арқылы орындалатын сабырлық болғаннан кейін, бұл адамның ықтияры қатысатын ерікті сабырлық деп аталады. Осылайша біздің дініміз, құрметті жамағат, бұл Аллах тағаланың бұйрығы мен тыйымына негізделген. Аллах тағаланың бұйрығы мен тыйымы ол бізді шаршату үшін келген нәрсе емес. Алайда Аллах тағаланың бұйрығы мен тыйымы оның бізге түсірген білімі. Бұл Аллах тағаланың білімі, құрметті жамағат. Осылай қадірлеу керекпіз бұны. Міне бұл Аллах тағаланың бұйрықтары мен тыйымдары ол әрі дін деп аталады, ол әрі тура жол деп аталады, ол әрі Аллах тағаланың білімі деп аталады. Бұл уахия, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға уахи етілген. Сондай-ақ бұл адамзаттың бақыты, яғни адамзаттың бақыты осы білімге негізделген, осы ғылымға негізделген. Алла тағаланың бұйрығы мен тыйымы. Міне бұл нәрсе нәпсіге ғана ауыр келеді, алайда иман үшін бұл ауадан да қажет нәрсе. Өйткені бұл түптеп келгенде сіз бен біздің бақытымыз, яғни Аллах тағаланың бұйрығы мен тыйымына қатысты бойұсыну сабырлығын атқарып жүрген кезімізде, біз өзіміздің бақытымызға сабырлық қылып жүр екенбіз. Біз өзіміздің бақытымызды жоғалтып алмауға, сол бақытымызды одан әрі баянды қылу үшін сабыр етіп жүрген адам ғанамыз. Міне сондықтан да біз біле бермейтін, алайда біз үшін жақсылықтың не екенін жақсырақ білетін Раббымыз пайғамбарымыздың өзіне де осы сабырлық, төзімділік, шыдамдылыққа байланысты мынандай бұйрығын түсірген. Мариям сүресінде Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Раббус самавати вал арди ва ма байнахума фаъбудху вастабир ли'ибадатихи хал та'ламу лаху самия. Көктер мен жердің және екеуінің арасындағылардың Раббысы, міне соған ғибадат қыл, және оған деген ғибадатыңда шыдамды, сабырлы, төзімді бол дейді. Аяғына дейін, яғни Раббыңмен жолығатын күнге дейін.
Хәл тағламу лаху самия. Оның ешқандай теңдесінің жоқ екендігін білесің ғой дейді пайғамбар. Қараңыздаршы, теңдесі жоқ Аллаға деген ғибадатта, оның ал деген нәрсесін алып бойсынуда, оның қой деген нәрсесін қойып бойсынуда, осы нәрседе нәпсіңмен күресуің арқылы, өзіңді жеңуің арқылы, оған деген ғибадатыңда төзімді бол дейді. Сондай-ақ Тоха сүресінде пайғамбарымызға бұйырған амалдары, сабырлықты да жан-жақты әдемі түрде ашады. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. Ей пайғамбар, егер де Раббыңның кәпірлерге қатысты жан алқымға келгенге дейінгі тәубелерін қабыл ету уәдесі болмағанда, не күн батыстан шыққанға дейінгі жалпы адамзатқа қатысты уәдесі болмағанда, онда кәпірлердің осы дүниеде азапталуы міндетті болар еді дейді. Міне Аллах Тағаланың осындай жағдайларға қатысты білімімен бірге жүріп сабыр етуіңіз. Яғни жағдайды түсіндіріп отыр сізге. Келесі аятында фасбир аля ма яқулуна. Сондықтан да сен олардың саған қарай айтып жатқан неше түрлі білімсіз сөздеріне сабыр ет, ей пайғамбар. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. Және де Раббыңды күннің шығуынан бұрын таң намазы, және де батуынан бұрын мақтауымен дәріпте ақшам намазы вақытында. ومن أناء الليل. Сондай-ақ түні бойы, яғни құптан, және де тахаджуд намаздары. فسبح وأطراف النهار. Және де күндіздің екі тарапында, яғни бесін намазы мен екінді намаздары. Міне күллі 5 уақыт намаздың уақыттары осы жерде әдемі көрсетілді. Яғни сен осы 5 уақыт намазда сабырлық қыл дейді. Олардың сөйлеген сөздеріне қарай сабыр етуің құр жеке сабырмен көмектеспейді. Оларға жауап қайтарудың орнына сен Раббыңды дәріптеуге кіріп кет дейді. Осылайша 5 уақыт намазға сабырлық қылуын Аллах Тағала бұйырып жатыр пайғамбарымыз саллаллаху лағаллака тардо. Сонда сен ертең сауапқа жетіп разы боларсың дейді пайғамбар. Сондай-ақ келесі аятында ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Яғни қандай нәрсеге қызығу керек, қандай нәрсеге қызығуда сабырлық танытып, қандай нәрсеге қызықпауда сабырлық таныту керекпіз. Осы мәселені ашып беріп отыр Аллах Тағала. Ей пайғамбар, сен олардың, кәпірлердің кейбіріне біз сынауымыз үшін сол сынақтан өте алмай адасып, осы дүние тіршілігінің сәндерінен әр түрлісін пайдаланып, солардың қызықтап жүрген нәрселеріне сен екі көзіңді созба дейді. Яғни қызықпа дейді бұл нәрсеге. Осы қызықпауда адам сабырлы болу керек. Өйткені варизқу роббика хойру ва абқа. Сен үшін әзірленген Раббыңның ақыреттегі ризығы одан да хайырлы, одан да мәңгі ғой дейді. Тұрақты. Сондықтан сен сабырлықтың келесі түрін бізге көрсетеді. Уәмур ахлака бис-сола вастабир алейха. Сен өзіңнің отбасыңа намазды бұйыр. Алламен байланысты бұйыр. Алла Тағала қалаған 5 уақытта сен де отбасыңда Алламен байланысулары үзілмесін. Вастабир алейха. Өзіңде осы 5 уақыт намазға шыдамды,
төзімді бол, ей пайғамбар, табанды бол. Біз сенен ризық сұрамаймыз. Ла нас'алука ризқа, нахну нарзуқука дейді. Біз сенен ризық сұрамаймыз, біз саған мүлде ауырлық жасап атқан жоқпыз, ей пайғамбар. Саған бұйырылып атқан нәрсе сенің бақытың ғана, сенің бақытты болуың дүниеде де ақыретте де. Саған міндеттеліп жатқан нәрсе тек қана сенің бақытты болуың, және сол бақытты болуыңның құралдары саған беріліп, сол құралдарында сабыр ету саған беріліп жатыр. Біз сені ризықтандырамыз, дүниеде де ақыретте де. Уал ақибату литтақуа, ей пайғамбар, есіңде болсын, қайырлы қорытынды, ең жақсы нәтиже, яғни Алла Тағаланың толыққанды кешірімі, Алланың разылығы, рахымы, мәңгі жәннаты, міне бұл тақуалар үшін ең қайырлы нәтиже дейді. Осы нәрсеге қарай сен сабырлы бол деп жатыр. Міне құрметті жамағат, осы айтылғандардың бәрі бұл Аллах Тағаланың бұйрығы мен тыйымына байланысты бойұсыну сабырлығы, біздің нәпсімен күресуіміз арқылы ықтиярымыз қатысатын сабырлық. Ал енді біздің ықтиярымыздан тыс Алла Тағаланың шексіз білімі мен асқан даналығы себепті біз ойламаған жерде әртүрлі сынақтар пайда болып жатады. Міне сол сынақтардың кезінде сабырлық танытуымызға байланысты Аллах Тағала Бақара сүресінде мынандай аятын сыйлаған. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ең бірінші Аллах Тағала бізге білдіріп жатыр. Және де әлбетте біз сендерді сынаймыз. Аздаған қауіп-қатер төну арқылы, бәз бір уақыт аш қалуларың арқылы, мал-мүліктерге байланысты, денсаулықтарыңа, жандарыңа, өмірлеріңе байланысты, және де жемістеріңе байланысты нұқсан тиіп кемуі арқылы. Осындай нәрселермен біз міндетті түрде сендерді сынаймыз дейді Алла Тағала. Сондай жағдайлар келген кезде, Алла Тағаланың сондай білімі, әмірі түскен кезде, кімде-кім сабыр еткен болса, ей пайғамбар, вабашшири собирин, сабыр етушілерді қуандыр дейді. Яғни осы сабыр етушілер осындай сынақтардың кезінде олардың күйі қандай болады, олар қандай сөз айтады деп Раббымыздан сұрайтын болсақ, Аллах Тағала бізге келесі аятында ол сабыр етушілер дегеніміз әллазина иза асабатхум мусибатун, олардың бастарына бір тауқымет түскен кезде қолу, олар шын жүректерінен бұлай деп айтады дейді. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Расымен де біз мына нәрселер түгілі біздің өзіміз Аллаға тәнбіз. Бұл нәрселер түгілі тіпті расымен де біздің өзіміз ертең оған оралушымыз. Осылай сөйлегендіктер үшін, осындай сабырлық танытқандықтар үшін Алла Тағала оларға мынандай жақсылығын сыйлап, улаика алейхим салаватум мир раббихим ва рахма. Міне осылардың үстілеріне Раббыларының салауаттары және де рахымы болады дейді. Аллах Тағаланың осыларға деген берекелері мол болады. Аллах Тағаланың осыларға жақсылық қалауы, Алла Тағаланың қасындағы жақсылыққа қол жеткізулері осындай адамдарға көбірек болады дейді. Және мынау сөзі тіпті керемет. Міне диплом деген осы, құрметті жамағат, сабырлық диплом деген. Ва улаика хумул мухтадун. Және осылар ғой негізі тура жолдағылар дейді.
тура жолмен кетіп бара жатқандар осылар дейді. Міне осы жерден сіз түсінесіз, сабыр иманда сондай мәртебе алады екен, адамның басы денесінде қандай мәртебе алса. Осы жерден де біз түсінеміз, құрметті жамағат, Аллах Тағала бізге осындай бір жағдайларда жәрдем сұрайтын кезімізде жәрдемді неден бастап сұрайық деп Аллах Тағаладан білім сұрасақ, Аллах Тағала бізге өзінің білімімен былай деп жауап береді. Бақара сүресінде: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Я айюхаллазина аману, ей иман келтіргендер, истағину бис собри уассала, инналлаха мағас сабирин. Жәрдем тілейтін кездеріңде жәрдемді сабырмен, сабыр арқылы тілеңдер дейді. Ең бірінші құралдарың жәрдемді сабыр арқылы тілеңдер. Яғни жаңағы аяттағы сабырлардың сөздерін көрсетті Алла Тағала. Яғни сол тауқыметтердің кезінде, сынақтардың кезінде ең бірінші мен ойымда сабырлықты істетуім арқылы Алла Тағаладан жәрдем сұраймын. Міне содан кейін сол нәрсе менің жүрегімде дұрыс істетілсе, одан кейін барып мен намазбен жәрдем сұраймын. Яғни сәждеммен, рукуғыммен, дұғаларыммен Аллах Тағаладан жәрдем сұраймын. Сол сабырлық менің басым болып тұрғандықтан менің ана намазым әдемі болады. Мен сәждемді де, рукуғымды да жаңағы жағдаймен толыққанды байланыстырып, ана намаздан шыққаннан кейін мен Алла Тағалаға тәуекел еткен, жүрегімдегі қауіп-қатер кеткен, Алла Тағаланың тыныштығы түскен, сондай бір жүрекпен шығамын намаздан шыққан кезде, екі жағыма сәлем беріп жатқан кезде. Ал егерде мен сабырлық арқылы жәрдем тілемей намазға кіріп кетсем, онда мен намазымды тез-тез оқимын да, сәлемімді беремін де, сосын енді не қайтем, енді не болады екен, енді қалай істесек болады екен деп үйдің ішіндегілерін мазалап, сөйтіп ана намаз құр бір жаңағы бір рәсім сияқты болып қалады да атқарылған. Алайда ол ешқандай жаныңызға тыныштық бермесе, жаныңызға тәуекеліңізді күшейтпесе, міне сол секілді осы жерде Аллах Тағаланың сабырмен, сабыр арқылы жәрдем тілеңдер және намаз арқылы жәрдем тілеңдер деген аятында сабырлықты неге бірінші айтып тұрғанын осы жерден байқаймыз. Сондай-ақ Аллах Тағала пайғамбарымыздың үмбетіне Әл-Ғимран сүресінде мынандай тәлімінде үйреткен: Ләтубләунна, сендер міндетті түрде сыналатын боласыңдар. Яғни ешкім сынақтан құтылмайды екен. Мынау аяттың үйретуі бойынша сендер міндетті түрде сыналатын боласыңдар. Не нәрсеге қатысты? Фи амуаликум, мал-мүліктеріңе қатысты. Ва анфусикум, және жандарыңа қатысты. Өйткені осы екі нәрсе, құрметті жамағат, мал мен жан, бұл адам үшін ең жақын нәрселер ғой. Оның ішіндегі ең жақыны жаны ғой. Яғни жаны үшін малын береді. Жалпы осы екі нәрсе Алла Тағаламен екі арадағы байланысты әлсіретіп, Аллаға қарай бұрылып тұрған махаббатты өзіне қарай алып кетіп ататын жағдайлар туып бара жатқан кезде Алла Тағаланың білімі жаңағы құл адасып кетпей үшін араласып, сол кезде оның сүйіп бара жатқан нәрселеріне байланысты малдарымыз бен жандарымызға қатысты Аллах Тағала бізді сынап, сөйтіп махаббатымызды қайтарған орнына қойып қояды екен, өзіне қарай. Міне осылай бізді емдеп отпаса, біз өзімізге берілген нәрселер арқылы тура жолдан адасып кетуіміз мүмкін екен. Яғни Алла Тағалаға бойұсыну халінен. Сол сияқты وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا дейді. Ей Мұхаммедтің үмбеті, сендер өздеріңе дейінгі кітап берілгендерден, сондай-ақ серік қосып жүргендер тарапынан өте көп зиянды, ренішті сөздерді еститін боласыңдар дейді. Яғни біздерге қарай сондай ренішті сөздер айтылып жатқан болса, өз қоғамымыздың ішінде де білімсіздер тарапынан сондай нәрселер айтылып қалып жатқан болса, әртүрлі сөздер, сол кезде бізге Аллах Тағаланың қолымызға ұстататын құралы ва ин тасбиру ва таттақу. Егер де осындай сәттерде
малдарыңмен, жандарыңмен және де әртүрлі ренішті сөздермен сыналатын кездерде сабырлық танытатын болсаңдар, міне бірінші құралы қайтадан сабырлық. Сабырлық танытатын болсаңдар және де тақуалық танытатын болсаңдар, фәинна залика мин азмил умур дейді. Онда бұл ең мықты істерден, ең мықты қасиеттерден болып танылатын амалдар ғой дейді. Яғни әркімнің қолынан келе бермейтін, тек қана Алла Тағаланың қадірін, білімін, осындай айтқан нәрселерін өзінің жанына қарай жапсыруға ұмтылған құлдардың ғана қолынан келетіндігі айтылуда. Міне сабырлық деген нәрсе, құрметті жамағат, қарап тұрсаңыз, біздің өміріміздің күллі сәтінде, әр күнінде, әр айында, әр жылында ол қызмет істейтін қасиет. Бейбіт замандарда, яғни өмір бір қалыпты тыныштық болып жатқан кездерде, біз Аллах Тағаланың жаңағы бұйырған және тыйған нәрселері арқылы өз ықтиярымыз қатысатын сабырлықтан ешқашан ажырамаймыз. Өйткені әрбір күн өзінің 5 уақыт намазымен келеді. Әр күні сіздің алдыңыздан бір күнә шығуы мүмкін. Сол күнәні итеріп тастау сіздің міндетіңіз болады. Әр күні бұл Аллах Тағаланың діні бізден үзілмейді. Сондай-ақ молшылықтан таршылыққа қарай ауысқан кезімізде, жеңілдіктен қиындыққа қарай ауысқан кезімізде, Аллах Тағаланың жаңағындай мал-мүлкімізбен, денсаулығымызбен, жемістерімізбен, әртүрлі сондай бір сынақтары келген кездерде, ол жағдайларда көбінесе қиындық деген нәрсе болғандықтан біз мына нәрсені түсінейік. Егер де біз жаңағы оңай кезімізде сабырлық қасиетінен ажырмаған болсақ, онда қиындық кезінде біз оны жасай алуымызға Аллах Тағала керемет жәрдемін түсіреді. Егер де біз оны кәдімгі бір қалыпты өміріміздің кезінде жасай алмай жатсақ, біреудің сөзін көтере алмай мысалы, онда ол қиындықтар келген кезде, онда ол сабырлық қасиеті қайтып қызмет жасайды біздің ойымызда. Сондықтан біздің ең қатты көңіл бөлетін қасиетіміз осы сабырлық қасиеті. Осыны біз ғылым ретінде үйреніп, оны әрдайым істеуге қарай ұмтылу керекпіз. Себебі Аллах Тағала сабыр етушілермен бірге, себебі Аллах Тағала сабыр етушілерді жақсы көреді, себебі Аллах Тағала сабыр етушілерді сүйіншілейді, қуандырады. Сондай-ақ сабыр етушілердің сыйақысы, сауабы есепсіз, шексіз мағынада беріледі екен қиямет күні. Иманның жемістері өте көп. Сол иманның жемістерінің көбісі осы иман деген нәрсеге сабырлық қасиеті шегеленген кезде осы себепті пайда болады екен. Мысалы, Аллах Тағаланың тыйымдарына, харам деген нәрсесіне жақындамау, харам деген нәрсесіне қарамау сабырлығы, бұл өз алдына әл-ғиффа деген иманның жемісін береді. Әл-ғиффа деген ар тазалығы. Ол ар тазалығы сабырлықсыз жүзеге аспайды. Харамға қарсы сабыр етуіңіз арқылы, харам табысқа қарсы сабыр етуіңіз арқылы, оның орнына сабыр етіп, адал нәрсемен шектеліп, адал нәрсемен ғана қанағаттануыңыз арқылы ар тазалығы деген қасиет болады. Жаугершілік заманның кезінде соғыстан қашпау сабырлығы сол жерде өжеттілік деген қасиетті бар етеді. Ол өжеттік өз алдына шейіттік деген қасиетті бар етеді. Мысалы, біреудің шейіт болып кетуінің өзінде де сол жаугершілік замандарда барлығы осы сабырлық деген нәрсемен келіп жатқан қасиеттер, құрметті жамағат. Сондай-ақ сіз мысалы Құран жаттаймын деген кезіңізде, ол Құранда жаттауыңызға осы сабырлық керек. Сізде білім бар, оны жаттасам, оның сауабы осындай болады екен, оның дәрежесі осындай болады екен деген білім, бірақ ол жаңағы сабырлықсыз жүзеге аспайды. Сол секілді кез келген бір жақсы қасиетті бойыңызда қалыптастырамын десеңіз, ол қасиетті оқып білгеннен кейін, хадиспен
жаңағы Құраннан. Сіз енді оны іске асыруыңыз үшін тағы да осы сабырлық қасиеті керек екен. Сондықтан бұл 100% өмірімізде әрдайым істетілетін қасиет болғандықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам иманның ең абзалы сабырлық деген. Және де егер де біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға мынандай сұрақ қоятын болсақ, Аллахтың елшісі, Аллах тағала адам баласына көптеген қасиеттер берсе, сол қасиеттердің ішіндегі ең қайырлысы немесе берекесі ең молы қайсы деп сұрасақ, онда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге былай деп жауап береді: Ма уқтия ахадун атоан хойрун ва аусаға минас собри. Ешкімге дейді сабырлықтан жақсырақ, хайырлырақ, сабырлықтан берекесі молырақ сыйлық берілмеген дейді. Не осы нәрсе бәріміздің бойымызда Алла тағаланың рахымымен нәсіп болсын, құрметті жамағат.